Сәлем достар, бүгін өте дәмді бауырсақ жасайтын боламыз. Арасы мінекей көбік болып пісетін болады. Өте оңай жасалады. Алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Мінекей жұмыртқамызды жарып, тұз саламыз, кішкене құмшекер саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және жақсылап араластырып болған соң сүтімізді құямыз. Мінекей суымызды құямыз. Жақсылап араластырып, майымызды салып, дрожжымызды салып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей өте оңай, жасап көрсеңіздер болады. 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін ашыған соң мінекей бауырсағымыз өте күшті болып пісті. Ұнаса подписаться басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.